Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зат есім. Біз сендермен өткен сабақта зат есімді өткен болатынбыз. Бүгінгі сабақта сөйлемнен зат есімді табасыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырасыңдар және жауап бересіңдер. Балалар, берілген сөз жұмбақты шешіңдерші. Ол үшін суреттердің атауын тиісті торгөздерге орналастырыңдар. Бірінші, қозы. Келесі сөз, тарақ. Келесі, мата. Келесі, кесе. Келесі, бесік. Кілем. Және соңғы сөз, алма. Ал сендер дұрыстап алдыңдар ма? Балалар, бұл сөздер зат есім болады. Бұларға қандай сұрақ қоямыз? Дұрыс айтасыңдар, бұл сөздер не деген сұраққа жауап береді. Ал енді орындалған арман мәтінін оқимын. Мұқият тыңдаңдар. Сауытбайдың тойына көп адам жиналыпты. Біз үйге кірсек, бәрі бір ғана адамның аузына қарап отырған сияқты. Ол орысша киінген, орта бойлы Ыбырай Алтынсарин екен. Біз кіргенде әңгіме балаларды орысша оқыту, мектеп салу туралы болып жатты. Ыбырайдың сөзінен кейін есік жақта отырған бір жұпыны киімді адам Сауытбайға қарап сөйледі. Бітер істің басына, жақсы келер қасына дегендей, ауылыңа еліміздің бірегей ардагері Ыбырай келіпті. Бұл кісінің сөзін естідік. Көпшілікке өзі үшін емес, ел үшін қолқа салып отыр, деді. Тойға келген ел тегіс бас қосқан жиылыс болды. Ыбырай Алтынсарин өз сөзінде, біз ғана өнер білімнен құралақан қалып келеміз. Бұған өзіміз кінәлі. Өнер жастан шығады, дейді үлкендер. Ендігі жерде сол жас өренді оқыту керек. Бұл үшін ең алдымен мектеп ашуға бүкіл ел болып ат салысуымыз керек, деді. Балалар, мәтіннен бірегей қолқа салу сөздерін байқаған боларсыңдар. Бұл сөздердің мағынасын біліп алайық. Бірегей таңдаулы, маңдай алды. Қолқа салу, өтіну, сұрану деген мағынаны білдіреді. Бұл сөздердің мағынасын біле жүріңдер. Ал енді мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдерші. Мәтін кім туралы? Мәтін Ыбырай Алтынсарин туралы. Ыбырай Алтынсарин ауылға не үшін келді? Қазақ балаларына мектеп ашу үшін келді. Ыбырай Алтынсарин өнер, білім туралы не айтты? Ыбырай Алтынсарин өнер жастан шығады, дейді үлкендер. Ендігі жерде сол жас өренді оқыту керек. Бұл үшін ең алдымен мектеп ашуға бүкіл ел болып ат салысуымыз керек, деді. Ал енді балалар, Ыбырай Алтынсарин туралы бейнематериалға назар аударыңдар. Ыбырай азан шақырып қойған аты Ибрагим. Әкесі Алтынсардан ерте айырылып, туған атасы сол кездегі белгілі би, рубасы Балғожа Жаңбыршыұлының қолында өсті. Қалай дегенде де Ыбырай атасының өсиетін абыроймен атқарды. 1857 жылы мектепті үздік бітірген ол, аз уақыт Балғожада писер хатшы ретінде көмекші болып істеді де, кейін Орынбор облыстық басқармасына кіші тілмәш болып қызметке алынды. Балаларды оқытуға асықты. Облыстық басқармаға өтініштер жіберді. Ақыры 1860 жылы облыстық басқарма Алтынсаринге Торғайдан қазақ балаларына арналған бастауыш мектеп ашуды тапсырды. Әрі өзін сол мектепке орыс тілінің мұғалімі етіп тағайындады. Ыбырайдың азаматтығын таныған әрі балаларын оқытқысы келген көзі ашық азаматтар бірі ақша, бірі мал қосты. Соның бәрін ұқсатып, құрылыс басында әрі прораб, әрі бухгалтер қызметін атқарған Алтынсариннің өзі болды. Нәтижесінде 1864 жылы қаңтардың 8 күні Ыбырай Алтынсарин өзінің алғашқы мектебін ашты. Әрі бұл ұлан ғайыр істің бастамасы ғана еді. Қаңтардың 8 күні менің көптен күткен ісім жүзеге асып, мектеп ашылды. Және оған қазақтың тамаша да, сүйкімді де,
Зеректе 14 ұл баласы қабылданды. Мен оларды оқытуға қойға тиген аш қасқырдай кірістім. Қуанышыма қарай, балалар айналдырған 3 айдың ішінде орысша және татарша оқуды да, тіпті жазуды да меңгеріп алды. Бейнематериалдан Ыбырай Алтынсарин туралы білдіңдер. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Оқыған мәтінімізден зат есімді табыңдаршы. Ыбырай Алтынсарин, әңгіме, мектеп, адам, өнер, ел, үлкендер, Сауытбай. Бұл зат есімнің ішіндегі жалқы зат есім қай сөздер? Дұрыс айтасыңдар, Ыбырай Алтынсарин және Сауытбай. Қалған сөздеріміз жалпы есім болады. Мәтініміздегі нақыл сөздерді оқиық. Бұл нақыл сөздерді жаттап алыңдар. Бітер істің басына, жақсы келер қасына. Өнер жастан шығады. Ал енді балалар, өнерлі балалар өлеңін бірге оқиық. Бұл өлеңді мұқият оқыңдар. Себебі соңында сендердің тапқырлықтарыңды тексеремін. Қанат Марат екеуі қамшы өре алады. Таңат Талап екеуі тамаша ән салады. Самат Сағат екеуі төгілтіп күй шертеді. Бабақ Барақ екеуі біледі көп ертегі. Ахат Марат екеуі ат үйретіп жүреді. Жанат Манат екеуі киім кешек тігеді. Балаларды өнерлі есептеп көрсен енді. Қане балалар, өлеңде қанша баланың есімі аталды, тауып көріңдер. 12 бала екен. Дұрыс таба алдыңдар ма? Ал енді өлең бойынша жалқы есімді және жалпы есімді зат есімдерді табайықшы. Қанат Марат, Таңат Талап, Самат Сағат, Бабақ Барақ, Ахат Марат, Жанат Манат. Бұлар зат есімнің қандай түрі? Дұрыс айтасыңдар, жалқы есім. Ал енді жалпы есімді тауып көрейік. Қамшы, ән, күй, ертегі, ат, киім кешек. Балалар, сендердің де дұрыс тапқандарыңа сенемін. Берілген сөздерді бірге оқиық. Күй, әнші, дос, бала, биші, өнерпаз, кенші, суретші, көрші, әже. Ал енді осы сөздерді көпше түрде жазыңдаршы. Күй, күйлер, әнші, әншілер, дос, достар, бала, балалар, биші, бишілер, өнерпаз, өнерпаздар, кенші, кеншілер, суретші, суретшілер, көрші, көршілер, әже, әжелер. Балалар, келесі өлеңді бірге оқиықшы. Қар. Ақ мақтадай ұлпақар, жамылыпты қырқалар, қалың-қалың тон киіп, маужырайды шыршалар. Өлеңнен зат есімді табайық. Қар, қырқалар, тон, шыршалар. Ал енді балалар, бұл сөздерді зат есімнің жекеше көпше түріне ажыратайық. Қар, тон, зат есімнің жекеше түрі. Қырқалар, шыршалар, зат есімнің көпше түрі болады. Бүгінгі сабақта нені үйрендіңдер? Сөйлемнен зат есімді таптыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырдыңдар және жауап бердіңдер. Бәрекелді балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.